Урие Эдемова Айдын кежеде. Бірінші қысым. Үч жүзден зияде адамны оз бағырына алған учақ, yüksекlikni алған соңра бір ноқтада тоқтап, авада асылып қалған кебі олды. Ташкентнің ашықчан, вызлы, ирілі уфақлы автомобильлернен толы, кеніш ве шаматалы соқақлары, yüksекке узанып тұрған чоқ қатлы биналар, адамларнен толы аэропорт бинасы, sıra-sıra тізіліп yolcularını бекілеген учақларнен ярышықлы кеніш мейдан, бұларның епісі ашағыда, бейаз перде түбінде қалды. Жевайыр деме ерде вызылталы балқұрт сепетіні андырған учақта бұ гүрілтіні ичдеттін мажақ белеген еді. Шымды есе, адамларны юқуға далдырыжы сүкінет үкім сүргеніне тәжіпленді. Yolcularının eksерісі енді оз креслоларының арқалығына артқа янтайып, оңа яқшы ясланғанлар. Өзлерінің әрекетлері ве шаматаларының ана бабаларындан үстінлік көстермеге тырышқан кебі әрекет еткен балалар біле сусып қалдылар. Базыларының yüksek ве кенеш креслолар içinde қыбырданғанлары көрінсе де, сеслері чықмай. Екінші салон қапысы үстіндегі ярықлар янып, стюардесса yolcularga müracaat ile rica etем, түтін içmeniz, құшақларына бағлаңыз дегенде, Жевайыр шашмалады, оны насыл бағлайжағыны білмеді, eycanlanды, елері қалтыра башлады. Янашысында отырған орта яшларындаки sıcak қанлы қадын оның әжемлігіні сезіп, дерал ярдым етті. Қачдаққа евелсі аэропорт мейданында қолайлық нен ерінден қыбырдамажақ кебі көрінген бұ ирі қожаман учақ мейдан йолағындан оге ел кебі кеткеніні көргенде, Жевайыр тәжіпленді, көпчеклер ерден құртылып yolcularını креслоларға басқанда, юрегі ерінден үзіліп кеткен кебі олды, вүжуды титреді, қорқылы көзлерінен қардашына бақты. Genç kadın hoşnut алда күлімсіреді, татасының еліні тұтты. Оғырлы yollar olsun tata, деді yumşaq teselli бережі Davuşnin. Көзлеріңізді юмыңыз біраздан her şey yaxşı olur. Жевайыр öyle de yaptı. Bütün şeyden haberdar, işançlı kardeşi yanında. Korkmağa ne бар? Birazdan Жевайыр tekmil tinçlandı. Енді креслоға басмақ дегел, атта учақның учқаны біле, белі олмай, дерсін қыбырдамай бір ерде тұра. Ләкин адамларының чоқысы аля көзлеріні açмағанына тәжіпленді. Шейір адамларына анламақ зор ола деп тұшынды. Бұл esnada радиодан яңғыравық қадын сесі ешітілді. Yolcular, құшақларыңызны чезіп, өзіңізге келішіклі алда, rahat-rahat отырыңыз. Uçağımız özüne gerekli seviyeye көтерілді. Енді 10.000 метр yükseklikte, saatte 900 km süratinen ketmekte. Жевайыр иллюминатордан тышқа бақты. Бошлықта әрекетсіз тұрған топар-топар чуллы ақчыл бұлытларны арманда құрытмақ үшін яйдырылған памуқларға бензетті. Ер көріне, деді тәжіпленген сеснен. О ердегіл, тата, біз шымды бұлытлар үстіндеміз. Бұлытлар үстінде? Жевайыр кене тышқа бақты. Татам ғалиба өмірінде бірінші кере ұчмақта деп тұшынды Алие. Янындаки арық мүчелі еслі қадынға диққатнен бақты. Көзлеріне оның назик вүжуды омызлары да юққарған, уфақлашқан кебі көрінді. Үстінде гүзел тікілген яны ешіл әнтерчігі. Айны түсте епек яулығы башындан тайып, омызлары үстіне түшкен. Сачлары хыналы. Оның чешіт түрлі бояларнен алып бережегі жоқ. Кемерде іште шымдыкесі кебі бір ерге бармақ керек олса, қызларының зыққысындан құртылмақ үшін сачларыны біраз хыналай. Эллері Олар асылында назиклер, ама күнешінің күчлі зияларындан ве қызметтен қабалашқан,
бакыр реңкке киргенлер. Кан дамарлары кабарган, сак элинин ишарет бармагы кыйышкан, бугумлары шышып томалакланып калганлар. Сынарча бармагы бу белялы элден качып куртулмак истеген кеби кенарга кыйышкан. Жевайыр Алиенин лаф этип отурганда бирден онун эллерине көзү тушту. Эллерimiz бири-бирине эч да бенземей, деди. Сенин эллериң дамарсыз ветегиз, бармакларың да доздогру. Менимкилери качлуу-кучлуу, ушуна кетсе керек, эңгилден күлүмсүреди. Жевайырнын кевдеси бирден титиреди ве тез-тез кардашына таба чекилди. Аякларыны топлады. Сол элинен сак омузуну тутту. Не омузуну сагырамы, тата? Деди Алие раатсызланган алда. Сызлап башлады. Деми тышта аба яз чилесинден калма бир күн олуп инсанны якажак кеби сыжак эди. Шунды салкын. Кайдан билмем, суук ел уфуре. Алие төпеде диварда салкын ел уфурген аба дөгмечигини капатты. Бир кайдандыр суук ел эсмекте девам этти. Иллюминатордан тышкы дүйнөні сейретип кетер деп Алие татасыны оякка кечирген эди. Олмаса өз ериңизге кечиңиз, тата, деди Алие. Мында жакшы. Сен демирденсиңби жокса? Менин омузум агырмай. Жевайыр оңай итираз этти. Чантасы ичинден калын шалыны алып, ел ишлеген якыны орту. Кач капыклык адам олганын билген соң чаре көрмек керексиң, деди. Бу бармакларынын бойлы кыйышлыгы да, омузуңуздун агырысы да, эпосы кечкен агыр жылларынын мирасы. Омузуңуз о вакыт дегирменде кечирилген кежелеринин акыбети. Эпосы bizlerini, кардашларыңызны ачлык өлүмүндөн куртармак үчүн япылган ишлеринин нетижеси, деди Алие түшүнжөлүү алда. Жевайыр айреттеп калды. Сен ону кайдан билесиң деген кеби, оңа агыр көз капакларыны аралык этип бакты. Кардашлары да бер ашайым, орт үстүмнү юклайым деген балалар о вакытларда бир şey билмедилер. Сонундан аналары оларга эпос акында икая эткен эди. Элбет, Жевайыр о вакытта торбачыгындагы 5-6 кило богдайны чекмек үчүн комшу кышлактагы дегирменде бир күн бир кече невбетте турду. Авасы таш чатлатажак кеби суук. Үстүндөгү пальтосу юфка. Дегирмен ичиндеги адамларынын чокусу эркеклер. Базыларынын башларында узун куйруклуу коюн терисинден калпаклар, мында девелеринен келгенлер. Үстлеринде ичи юнлүү тонлары, аякларында ат ягы сүртүлген керс чызмалары. Толу чубалары янында юкусурап отуралар. Кадын заты аз. 2-3 картанай чубалар арасында юклайлар. Оларга кенардан баксаң, чулобасы беллейсиң. Жевайырге кеже оларнын янында отурмак мүмкүн эди. 2-3 ойнак кыргый бакышлы егет, ак черели, кестани реңкили гүр сачылары белине түшкен эляк өзлүү сыжак канлы кызга көз этип ыржая бердилер. Балалык деврине энди терк эткен генч кызга андан туруп кетмек тенажы көзгө чалынмас жерге отурмак керек болду. Бүтүн кеже анда дивар түбүндө байгуш кеби топланып, коркуп, пысып, буюкуп отурду. Курсагы ач, дегирмен бинасынын ичи дым ве суук. Дивар тарафка келген сак омузу чатлаклардан ичери кирген сууктан катып калды. Дегирменнин ич карартыжы тасырдысы алтында yorgunluk ve mecalsızlık, açlıktan ve korkudan üstün geldi, yuklap kaldı. Yarı gecede kızını degirmenci kart uyanttı. Dur kızım, senin nevbetin geldi, dedi yorgun karık seslen. Жевайыр көзлөрүнү бирден ачты. Үлкүн ярыкта кирпиклери ve saçları унга буланган карт уна бакып турмакта эди. Карттын көзлөрүндө ажынуф алеметлери көрдү. Дүневин саба дегирменге келгенде
Кызны сытык чырайлы каршылаган бу ихтияр адамда шымды кызга мерхамет уянганын сечип таажипленди. Дегирменчи яры толу богдай чубалуу үстүндө отурайды. Еринден турганда омузлары үстүндөгү кара сатинден тикүүлүү эски чапанны тайып, аяклары түбүнө түштү. Чапан саяланып тикилген памуклуу тон. Кар тигилген арада Живаер чапанны жерден алып, мукайтлык менен үстүндөгү тозуну яваштан какып, картка узатты. Сак болуңуз, деди Живаер, жүрөгүндөгү мемнуниетini билдирмек үчүн ve аз ачык эгилди. Eyvallah kızım. Карт чапанını кийди, кызынын торбачыгын алды, гачыр-гочур дөнүп, богдайны ун эткен ташларга таба кетти. Живаер ерге таң ярыгы түшкенде evге ун алып келди, кардашлары шукуну ярым шар сыжак ve леззетле такус питеси ашадылар. Он не кадар кокулуу ve леззетле эди. Ләкин шу кече дегирменде омузуна кирген арсыз агыры өмүрү боюнча ону терк этмеди. Базан суса, өзүнү бир аз унуттура, вujudunu азарламай, ама сон бирден тепип чыка, өзүнүн күчүнү көстөрө. Тегиз учкан учакынын бирден кевдеси титреди, силкинди, чукурга түшүп кеткен экиби феза ичине бир далып чыкты. Да янчык күнөш шавлеси алтында күмүш кеби йылтырап көрүнген кожомон канатлар сыландылар, куршун реңкине алдылар. Силкинув текрарланды. Живаер Алиеге чеврилди. Бу не үчүн чарбана бере деди. Алие жева берув ерине онун омузлары үстүндөн узанып, тышка көзетип алды, соңра өзүнүн ерине отурду. Коюу булутларга кирип чыкты, деди өзүнү сыкмадан. Йымшак булутлар бойле буюк учакынын тынч учууна кедер этелерми? Алие онун сөзүнү таздыклап, башыны саллады. Белким биздин учагыбыз мавы көк тереңлигинде о яктан бу якка кейфленип ялдап жүрген булутларга кетер этедир. Онун тынчылыгын бозадыр. Олар эсе бизге өзлөрүнүн каршылыгын көстөрмөккө тырышадырлар, деди Алие. Я шымды бирден күчлүү ягмур ягып, яшын яшнаса не япармыз? Алие оңа бакып күлүмсүрөдү. Биздин учагыбыз шекерден дегил, эрип кетмес. Салон ичинде тынчылык укум сүрмөктө. Базы адамлар китап я да газета окуйлар. Эксери жолжулар юкусурамакта. Булутларнын алып бережеклери жок. Китап окумага Живаер десеби. Кожасы оңа балалары кичкене экенде, сен кече күндүз китап окуган же, балаларынын чорапларыны, урбаларыны ямагайдын деп эрише турган. Сүтнен кирген жаннен чыкар дейлер. Не япажаксың? О, бу хасталыктан өмүрү бою куртулуп оламады. Шымды көзлөрү зайыфлады. Элине түшкен газета макалелеринин серлеваларын окумак үчүн биле бир кулаклыгы хопук, онун ерине ип багылы көзлүгүнө кыдырып башлай. Көзлүгү чантасы ичинде. Китабы да бар. Бу күнлерде өзбек yazıcısı Откур Хашимовдун «Эки капу арасында» деген романын окумакта. Живаер бу yazıcыны бегене. Онун эсерлери ичинде өзүнүн өмүрүнү көрген кеби бола. Ләкин шымды окумаа череси жок. Да doğrusu чаталы түшүнжелери алтында пек эжанлы. Не демек болсун? Энди ярым асырга якын вакыттан бери асыретлиги чеккен ана баба юртуна кетмектелер. Ана баба. Олар шынды жоклар. Энди чоктан бу дүйнөнү терк эттилер. Олар элбет бу дүйнөнүн сефасыны сүререк ашларына ашап, яшларыны яшап, эвлеринде картайып, өз эжелеринен өлгенлери жок. Баба жеңк мейданында шейит кетти. Ана эсе ябанчы жерлерде ачылыктан, хасталыктан, өкмөт тежавузкарлыгынын курбаны болду. Живаер кыйметли азиз анасыны катырлаганда,
Көзлері өгіне дайыма үстіне бір-екі басым пішен бұрақылған араба ішінде ессіз ятқан, инже, ақ черелі, назит вүжутлы қадын пейда ола. Арсыз девамлы яған суық күз яғмұры мижалсыз ғарып инсанларының кеміклеріне ежесінген. Пішен үстінде ятқан хастаны да еп шыбалай. Яш қыз еп анасының үстіне егіле, өзінің назик ничар вүжудынен хастаны бұ аяфсыз яғмұрдан қорчаламаға тырыша. Ана шефаатсыз көзлеріні ача, қансыз дудақлары қыбырдана. Балам ушырсың, суықланырсың. Бұ зорнен ешітілген фысылтыны чатлақ тітіс сес кесе. Қайда оқадың? Не үшін келмей? Кімге қылына? О дешетлі сес қызға яқынлаша. Құлақлары түбінде текрарлана. Комендант, мен имза етмеге келдім. Балама тоқынмаңыз. Ләкин оның сөзлеріні Жевайырден башқа ешіткен адам болмады. Бұ вақыт арабаның янына келген чатлақ тітіс сеслі постал янақлы кіші, етеклерінден ашағы яғмұр суы ақай атқан ұзын япынжасының башлығыны маңлайы үстіне ендірді. Не үшін оның үстіне ятып алдың? Яғмұр тоқтар белдейсің ма? О тоқтамай жақ. Тұрсатанаңны, анда кіріп имза етсін, сон істесеңіз екінізде бір олып джейнемге кете білесіңіз. Қыз шашмалады, не yapmasını білмеді, көзлері юмуқ, әрекетсіз ятқан анасына егілді. Янақлары үстінден янықлы көз яшылары яғмұрға қошылып тығырып кеттілер. Анам шымды тұрып оламас, içeri кіріп, оның еріне мен имза етейім. Ялварам, начальник, мұсайды етіңіз. Кышы афақанланды, арабаның қоллығындан тұтып сілкітті. Бір мақлюк өзі имза етмек шарт. Қой оз бажағында насылмалы. Сен менің Сибирде гебергенімі істейсің мі? Анда мендегіл сізлер, ватан қайынлері гебермек керексіңіз. Шынды исе тұрсат оны, яйліп ятмасын. Озы имза етмек керек, веселям. Кышы кене қолы қаяпышты. Тұр дейім саңа, қадын! Начальник опек ағыр хаста, қайнамыңыз, епсі бір тұрып оламаз. Деді янықлы сеслі арабаның өгінде қамбұрайып отырған 14-15 яшындаки арық вүжутлы арабажы оғлан. Көпек баласы, көпек, сенің де тілін шықты мы? Япынжалы кішінің көзлері ақайдылар, елінде резина сопасы ойнады. Ғайыча біклікнен оғланның екі ұмызының ортасына енді. Оғлан япынжалыға ачуынен бақты, оның үстіне атылмақ, бір қашқырға чевірелерек, оны парчаламақ істеді, ләкин қорқты. Кіші домызның кекебі сарылы биязлы кірпеклі бұланчық ешіл көзлеріні сықты, сүйрі ченгесіні оге ұзатты, күфірленіп соғынды. Епінізні гебертірім, деді. Сопа кене төпеде ойнады. Хаста шафаатсыз көзлеріні ачты. Бүтін күчіні жаныны топлап артық ертіжіға чевірілген кішіге бақты. Турмаға азырланып кебі қыбырданды. Аз ачық көтерілген башы сылақ ястық үстіне қайтып тұшты. Қадын бұл шефқатсыз адамны, оның башы ұжында көз яшларына ғар қолған евлядыны, сусып қалған арабажы оғыланны, ярық дүниясыны, епісіні терк етті. Бұ ағыр қатырлавлардан Жевайырның юрегі яралық құш кебі чапаланды, оңа ава етішмеді. Алие бірден ерінден көтерілді. Не олды тата, деді телашылы алды. Жевайыр теренден көкіс кечірді. Кечмішіні ғайрыдан яшамақ олмай дейлер. Олай екен, деді алчақ сеснен. Озыны елге алмаға, қардашыны тынчыландырмаға әрекет етті. Бұ ағыр қатырлавлардан, фаджиалардан ұзақлашмаға тырышты. Салонда базылары тынчалда отырып юқысыраған, базылары есе озара субетлеше атқан yolcularga бақты. Назарына бірден Алиенің сақ тарафында отырған яш кіші илешті. Көзлері юмуқ. Ченгесіні оге ұзатқан, чересі тегіз ве бейаз. Яқында тыраш олған, бетіндегі түклері серт олса керек, тыраштан сон ченгесінің терісі көгерік көріне. Сия сачлары қызларының кекебі ұзын ве далғалы.
Üstündeki kamzolu kar gibi beyaz. Ayaklarında beyaz çoraplar ve kült üstü ayakkabılar. Elleri tegiz ve beyaz, parmakları uzun. Cevahir onu canlı adamga değil manekenge benzetti. Şehirlerde kiyim dükkanlarının pencerelerinde böyle yigitler ve kızlar olalar. Cevahir özünce hayati levhanı tasavvur etti. Bu yaş kişinin eline iri ketmen tutturdu. Ketmen çapanın büyük soyu. Ortalıkны yakıcı güneş şavle tübünde ucu bucağı olmagan, tizden ot baskan pamuk yolağını çapalamaga yolladı. Beyaz çoraplar, kok ayakkabılar üstüne toz toprak, ot düşe, urbaları yeşil boyaga bulana, çeresinden ter aka, yarım saat içinde kıyafeti tanılmaz alga kele. Köylüğüme degen şey öyle ola kardeşim, dep fısıldadı Cevahir. Sonra gözlerine ikinci sırada oturgan tolu münçeli kadın ilişti. Üstünde gayet dülber ince ipek anter. Saçları gür, kült üstte kıska etip kesilgen. Elleri ayakları tolu ve kapısta gibi bembeyaz. Yok, erte pişken beyaz almanın kabuğunu andıra. Ozu öyle de yaş değil, 40'larda olsa gerek. Kadın kayda olsa da kadındır da. Aydı deyik, o şehirde yaşayır. Sığırı, koyunu, tavuğu, çipçesi yok. Kartop, pomidor da çapalamay. Lakin hepsi bir sumkanın bazarga katnaydır. Bala çağa bakmak, çamaşır, taban yumak, aş pişirmek, ev jiştirmak. Bir idarede ya da işhanede çalışmak. Bularının hepsini yapıp, tutay kız gibi yürmek mümkün mü? Gözleri ozu gibi 4-5 kadın ve erkekni süzüp geçti. Kulaklarına kırımtatarca sözleri eşitildiler. Uçakka minecekte biletlerini cedvelden geçirmek için nevbette turganda, mındakilerinin üçten 2 kısmı bizim halktan degen edi Aliye. Bizim halk uçakta böyle çok ola mı? Dedi Cevahir alçak seslen. Aliye böyle bakanda öz düşünceleri içine gark olup oturgan gibi edi, lakin tatasının sualine derhal cevap verdi. Sonki vaqtlarda öyle demek mümkün. Ya evelerde? Evelerde mi? Evelerde de keteydiler. Lakin şimdikisi kadar değil. Cevahir sonki suali için kolaysızlandı. Evelerde kete ve keleydiler. Çünkü sürgünlükten vatanga kaytkanlarının çeken azaplarını yalnız öz başından geçirgenler anlaylar. Öz iş yerlerinde bir yıl yapılgan hizmetten sonra ana baba toprağında bulunmak için kelgenleri ise andan sıkınıp kaytkan, akaret ve kederleri içinde bir yıl çekişip yürüyediler.